Қайырлы күн, айнымалысы модульдің ішіндегі осыған байланысты есептер шығаратын боламыз. Бұл жағдайда біз модульден шығарып алуымыз керек, яғни мына модульдерді жоқ деп есептеуіміз керек. Ондай жағдайда біз екі жолмен ашамыз, міндетті түрде екі жолмен. Яғни бірінші есепте x минус 4 модульде тең 2 дегенді екі жолмен ашуымыз керек. Яғни бірінші x минус 4 тең 2 деп сол күйінше көшіріп аламын. Екінші дәл жақшаның іші модульдің ішіндегі көшіріп аламын. Бірақ тең минус 2 деп аламын. Яғни мұндағы бізде x-тің мәні екі жағдайда болуы мүмкін. Яғни модульдің ішінде бізде оң сан шығуы мүмкін, немесе теріс сан болуы мүмкін. Екі жағдайында қарастырамыз, яғни екі түбірін табамыз, ал әрдайым модульден шыққан жауап бізде оң болады. Яғни мына жақшаның ішінде минус 2 ме, әлде плюс 2 ме, соны анықтаймыз. Екеуін де біз іздеп табуымыз керек, яғни екі түбір. Мына жерден x-тен қарапайым теңдеуге келді, өстіп барлығын қарапайым теңдеуден алдырып аламыз. x плюс 4 болып өтеді, сонда бірінші түбір x тең 6 болса, екінші түбірде дәл осы жолмен табамыз. Тең минус 2 плюс 4 болады. Демек, x 2-міз азайтылып кетеді де плюс 2. Сонда екі түбір 6 және 2. Екінші есепті астына жаза қояйын. Екінші есеп ол бізде y модульде минус плюс 5 тең 3-ге. Яғни біз тек қана теңдіктен кейінгі тұрған мына санды плюс минус деп алсақ, біз мұнаның ішінде оң сан ба әлде теріс сан ба екен бірден анықтай қоямыз. Яғни бірінші y плюс 5, дәл өзін көшіріп аламын, ешқандай нәрсе өзгертпеймін. Сонда y тең 3 минус 5 болып өтеді, ол бізде минус 2-ні береді. Кейінгі y плюс 5 тең минус 3 деп аламын. Яғни бізде модульдің ішінде теріс сан болуы мүмкін. Осы 3-ті екі жолмен. Сонда демек тең минус 3 минус 5 нені береді менде? Минус 8-ді. Яғни y-тің мәні минус 8 болуы да мүмкін. Бұл y2. Енді үшінші есеп және төртті жалғастырып келейін осы жерден. Бірінші 7 минус y тең минус 2 дейді. Бізде модульден теріс сан шығуы мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Сол себепті бұл есептің төртіншінің жауабы жоқ. Мұнда теріс сан жаздық қой деуіміз мүмкін. Я, жаздық. Бірақ біз мынау модульдің ішінде оң сан бола ма, теріс сан бола ма, соны анықтау үшін. Ал модульден шығарғанда ешқашан теріс сан шықпайды. Келесі үшінші модульде 3 плюс x тең 1,5. Оң сан. Демек, мен талқылауға болады. Модульден ешқашан теріс сан шығара алмаймыз, естеріңізде болсын. Бірінші 3 плюс x деп өзін жазып аламын, ештеңе өзгертпеймін. Екінші жолы не істеймін енді? 1,5-ті минус 1,5 деп аламын. Ал кеттік енді орындаймыз кәдімгі теңдеу. 1,5 минус 3 болып өтеді. Сонда x бірім қаншаға тең болып тұр? Минус 1,5-тің өзіне тең болып тұр. Солай ғой. Себебі кіші саннан үлкен санды азайтқанда бізде теріс сан шығады. Екінші x тең минус 1,5 минус 3. x 2 қаншаға тең болып тұр сонда менде? Бірінші есепте біз көріп тұрмыз мені плюс 8, яғни модульдің сыртында. Демек, бірінші осы модуль күйінше орындап аламыз. Демек, 5 минус 8 болып өтеді. Сонда модуль y минус 2 тең қаншаға болып тұр? Тең минус 3-ге болып тұр. Демек, бұның түбірі жоқ деген сөз. Келесі, онда көрініп тұр жоқ болып өткені кез келген санға 8-ді қоссақ 8-ден үлкен сан шығу керек.
бізде модульден әрдайым оң сан шығады, түбірі жоқ. Келесі 5-ші, мұнда да бірінші жақшаны ашып аламыз. Бірінші жақшаның сыртындағы санды теңдіктің екінші жағына өткізіп аламыз. Модульде жоғы 9 минус 4 болады. Модульде x плюс 3 тең 5. Оң сан шықты ғой. Демек, бұны есептеуге болады екі жолмен. Бірінші x плюс 3 тең 5. Сонда x тең 5-тен 3 алғанда 2 шығады. Бұл x1-дің жауабы. x2-ның жауабын табу үшін x плюс 3 тең минус 5 деймін. Енді x тең минус 5 минус 3. Плюс 3 теңдіктің екінші жағы минус болып өтеді. Сонда x тең минус 8. Жай ғана орнына қойып керекші. 2-ге 3 қосқанда 5 шыға ма? Немесе мұнда 2 қояйық. 2-ге 3 қосқанда 5, 5-тен 4. Немесе минус 8-ді қойып көр. Минус 8. Минус 5-ті береді, бірақ модульден плюс 5 болып шығады. Сонда оған 4-ті қосатын болсақ, жауап 9. Егер сізге видео түсінікті болған болса, лайк бас, комментарий қалдырып, арнама жазылып кетуді ұмытпаңыз.